Талаптарды ескерген коммунистер қандай шешімге келді? Кеңес өкіметі Түркістан автономиясына қатысты көзқарасқа күмәнданып, қандай шараларды жүзеге асыруға кірісті? Бұл шаралардың нәтижесі қандай болды? Неліктен территориялық мәселенің шешілуі қазақ зиялылары үшін маңызды болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Талаптарды ескерген коммунистер қандай шешімге келді? Сібір революциялық комитетіне қазақтар тұратын жерді қайтаруды талап етті. Оңтүстік Қазақстан аймағы мен Жетісуды Түркістан автономиясына беруді ұйғарды. Бөкей ордасына тиесілі жерлерді Астрахан қарамағына қалдыратынын мәлімдеді. Кеңес үкіметі Түркістан автономиясына қатысты көзқарасқа күмәнданып, қандай шараларды жүзеге асыруға кірісті? 1924 жылы 12 маусымда РКПБ орталық комитеті Орта Азияны межелеп бөлу туралы шешім қабылдады. Ұлттық мүдде бойынша межелеуде Түркістан Кеңестік Республикасы, Қазақ АКСР, Бұхара және Хиуа халықтық кеңестік республикалар аумағы қамтылды. Қазақстан құрамында Қарақалпақстан автономиялық республикасы, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан республикалары құрылды. Сырдария және Жетісу облыстарының басым бөлігі Қазақстан территориясына қосылды. Бұл шаралардың нәтижесі қандай болды? 1920 жылы 26 тамызда Кеңес өкіметі РКФСР құрамында Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет шығарды. 1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласындағы съезде РКФСР құрамындағы Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылғаны жарияланды. Орынбор Қазақ АКСР-ның тұңғыш астанасы болды. Неліктен территориялық мәселенің шешілуі қазақ зиялылары үшін маңызды болды? Ұлт зиялылары қазақ халқының шаруашылығы көшпелі өмірге негізделгендіктен жерсіз өмір сүре алмайтынын түсінді. Сол себепті Кеңес өкіметінен ең алдымен жер мәселесінің әділетті шешілуін талап етті. Жер мәселесінің өз шешімін табуы қазақ ұлттық мемлекетінің жаңғыртылуына жол ашты. Осылайша, территориялық мәселенің шешілуі қазіргі Қазақстан территориясының қалыптасуына әсер етті.